Mutaffifin сүресі. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Таразымен өлшеуіштен жеп, елді алдайтын жандардың жағдайы қандай өкінішті. Олар өздері бір нәрсе сатып алғанда, өзге ел жұрттың зиянына таразыны, өлшеуішті лықа толтырып, артығымен өлшейді. Ал өздері бір нәрсе сататын болса, басқалар үшін өлшеп тартқанда, керісінше кемітіп өлшейді және кемітіп тартады. Сонда олар өлгеннен кейін қайтадан тірілетінін ойламай ма? Ұлы күн үшін қайта тірілетініне сенбей ме? Сол күні барша адамзат күллі ғаламның Раббысының құзырында есеп беру үшін қабірлерінен түрегеледі. Жоқ, өлгеннен соң тірілу хақ, ал кісінің ақысын жеуге әсте рұқсат етілмейді. Шүбәсіз ардан безген күнәһарларға кесілетін үкім сижжинде. Сижжиннің не екенін сен білесің бе? Сижжин тоң мойын кәпірлердің істері өшпестей қашалып жазылған, мөрленген дәптер. Жалғаншылардың сол күнгі жағдайы қандай өкінішті. Олар Алланың алдында есеп берілетін әрі кесімді үкім шығарылатын ұлы дін күніне жалған деп сенбейді. Ол күнді тек шектен шыққан азғындар мен күнәға белшесінен батқан күнәһарлар ғана жалған санайды. Ондайларға біздің аяттарымыз оқылса, бұлар бұрынғылардың аңыз ертегілері ғой дейді. Жоқ, әсте олай емес. Олардың өз қолымен істеген күнәлері жүректерін әбден қарайтып тастаған, сондықтан олар ақиқатты көре алмауда. Жоқ, әсте олай емес. Сол күні олар Раббыларының шарапаты мен рахымынан махрұм қалады. Содан кейін, шүбәсіз, жанып шыжғырлу үшін жалынатқан жаһаннамға тасталады. Содан соң оларға, міне, дүниеде өздерің сенбеген ақиқат осы делінеді. Жоқ, өлгеннен соң тірілу хақ, ал кісінің ақысын жеуге әсте рұқсат етілмейді. Ал ізгі жандарға қатысты берілетін үкім болса, иллинде. Иллиннің не екенін білесің бе? Иллин хаққа иман келдірген ізгі жандардың істері өшпестей болып жазылған, мөрленген дәптер. Алланың хақ құлдары оны көріп, оқиды. Ізгі жандар шүбәсіз нығметтердің ішінде, көз көріп құлақ естімеген, тіпті адам баласының ойына да келмеген нығметтерге толы нағим жәннатында жайлы орынтақтарға жайғасып отырып, қуанышты жүзбен маңайларына қарайды. Жүздерінен өздеріне нәсіп етілген нығметтерге деген шексіз қуанышты байқайсың. Оларға зиянды нәрселерден ада, таза екенін білдіретін мөрі бар тап-таза мөлдір шарап ұсынылады. Ішілген соң түбінен хош иісі аңқиды. Ендеше адамдар өзара жарысатын болса, осынау мәңгілік жәннат мекені үшін жарыссын. Ол шарапқа жәннаттың ең ұлы қайнарынан алынатын тәсним суы қосылған. Тәсним қайнарынан Алланың ең жақын хас құлдары қанғанша ішеді. Күнәға белшесінен батқан кәпірлер дүниеде мүміндерді келемеждеп күлетін еді. Олардың қасынан өткенде бір-біріне ишара жасап, ымдап, оларды келемеждеп кемістетін еді. Үйлеріне қайтқанда сол істеріне мәз болып масаттанатын. Оларды көргендерінде мыналар шынымен адасқандар деп жазғыратын. Әйтсе де олар мүміндерге қатысты үкім беретіндей, олардың үстінен бақылаушы болып тағайындалмаған еді. Ал енді міне, Алланың алдында есеп беретін бұл күні мүміндер кәпірлерге күледі. Жайлы орынтақтарға жайғасып, кәпірлердің жаһаннамда қалай азап шеккеніне қарап отырады. Қалай? Кәпірлер дүниедегі істерінің қарымтасын толық алды ма?